Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасғы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байқаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін түгел көре алмайтұғын ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгенді кімге үйретерсің, білмегенді кімнен сұрарсың. Елсіз, күнсіз де кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанын не пайдасы бар? Мұндасып жер тартқасар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қарайтұғын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімнің пайдасын, тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішіне керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ары қарай осыған байландым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.